Жазықсыз жандар бар, айналамызда бар ондай. Олар мейірімді адамдар, олар сезімтал адамдар. Біреуді өкпелетпеу үшін қолдарынан келген істейді. Бірақ бұл зұлым және дөрекі әлем міндетті түрде оларға тиеді және олардың жүректерін шаншатады. Бұндай адамдар өзіңізді түсінбейтін адамдардың осында тұншығып тоқтап қалады және түнде Раббысына өте көп дұға қылады. Раббым, олар мені мына жерде ренжітті, олар мені мұнда күн талқан етті. Бұл жерде тағы да олар мені түсінбеді, олар жүрегімді езді. Міне көптеген сенетін адамдарым артта қалды. Арқамда олардың қанжарлары қалды. Олардың азабын тарттым. Саған келдім, жыладым, тоқтадым, Раббым дейді. Әлдекімнің бос сөзіне ілінбеңіз. Мен жақсы көретін бір сөз бар, бір кітаптан оқығанмын. Сіздің өміріңізді бір күнде басынан кешірмеген адамдардың сөзіне еріп, өміріңізді қара түнекке айналдырмаңыз. Өміріңізді ол адамдар үшін сүрмеңіз. Ұмытпа, өміріңіздің әр күнін сіз ғана сүресіз. Ешкім сені нені бастан кешіргеніңізді, қандай ойымның болғанын білмейді. Ешкім ішінде қандай от жанғаның, не нәрсемен күрескеніңізді білмейді. Негізінде сенің қандай адам екеніңді де білмейді. Бірақ бәрі сені білместен сен жайында пікір қылуды өте жақсы біледі. Мықты тұр, сені ұмытқанды ұмыт, сені жақсы көрмегенді жақсы көрме, сені іздемегенді іздеме, саған мән бермегенді елеме, сені тастағанды жібер. Мықты тұр. Көбіміз қалаған бір нәрсеміз болмай қалады деп қатты ренжіп шағымданамыз. Бірақ одан кейін жақсылық болады, жаратушы бізді сақтады деп айтпайды ма? Қазіретті Мәулана бізге тағы бір рет есімізге салмады ма? Қалаған нәрсен болып жатса бір қайыр, болмай жатса мың қайыр ізде. Кемшіліктерін айтпағанымыз секілді өздері мінсіз санайтындар бар. Кейбір адамдар үндемегенді қорқақ, мән бермегенді ақымақ, кешіре бергенді қол жеткізу оңай деп санайды. Алайда біз қалағанға дейін олар өмірімізге, аңғарғанымызға дейін олар мінсіз және үндемемізге дейін олар адам. Қажетінен артығырақ баға бересіз аға адамдарға. Бойыңызды осынша үйреттіріп алсаңыз, әрқашан ренжітіп алып қауіпіңіз көбірек. Достар, әр адамға белгілі бір қашықтық сақтаңыз. 100% өзіңізді жібермеңіз. Адамдардың не дегеніне ешқашан мән бермей, өйткені олар істеп жатқан істерің жақсы екеніне емес, олар өздеріне бір пайдасы бар жоғына қарайды. Адамдар сізден алыстаған уақытта оларды жіберіңіз. Тағдырыңыз оларға байланысты емес. Сондай-ақ бұл олардың жаман дегенін білдірмейді. Тек олар сіздің тарихыңыздағы рөлдерінің аяқталғанын білдіреді. Кейде адамдар сіз қаншалықты турасын айтсаңыз айтыңыз, міндетті түрде өзінің терезесінен өзі көргісі келетінді көреді. Яғни сіздің пікіріңіз дұрыс ниетте көргісі келмесе, адам әрдайым оны теріске сүйрейді, түсінгісі келген сияқты түсінік береді. Біреуді ренжітуге құқығым жоқ. Адамдардың біз көрмеген, олардың көрсеткісі келмейтін жерлерінде қорқыныш, уайымдар бар. Барлығын ең үлкен уайымдардың бірі, және менің бұл көңілсіз өмірімде біреуді шамадан тыс дараланып, мазалай беруге адам ретінде құқығым жоқ. Ұмытпа, кейде Алла кейбір адамдардың шын жүзін саған көрсету үшін мүмкіндік береді. Барлық нәрсені жақсырақ түсіне алуың үшін азап шеккізіп көз жасын төктіреді. Тіпті жалған немесе өзімшіл адамдардан құтылу үшін саған қиын күндер береді. Бірақ біл, бұлардың барлығы шындықты көре алуың үшін. Кейде сенің артынан кім ілесетінін көру үшін алға шығуың керек. Кейде сен кім тыңдайтынын бақылау үшін даусыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрі астан-кестен болып жатқанда сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім
қабылдауың керек. Ешқашан ешкімге бір дүниені түсіндіріп әуре болмаңыз. Тыңдағысы келмейтін адам ешқашан тыңдамайды. Түсінгісі келмеген түсінбейді. Ал сізге сенетін және сізді түсінетін адам артық сөзді қажет етпейді. Кейде бітпестей көрінетін қайғымын төбеңнен жауын болып жауады. Бірақ ұмытпа, түрлі түсті әсем бояулы бар кемпір қосақ та жаңбырдан кейін пайда болады. Ұрыс керіс кезінде біреудің көңіліне тиетіндей ауыр сөз айтпаңыз. Кейін татуласып кетсеңіздер, бірақ айтылған сөз адамның көкейінде ұзақ уақыт сақталады. Уақыттың сырғып жатқаны өкінішті. Өткен шақ ұзара береді, болашақ қысқара береді. Бәрінен де ең өкініштісі сол, түк істеп үлгермегенің. Барлығы өткінші екеніне сен, тіпті ең жаман деген нәрсенің өзі әйтеуір аяқталатын уақыты болады. Ештеңе мәңгілік емес. Әдепті адам әдептілігінен үндемес. Әдепсіз адам оның аузын жаптым деп ойлар. Мәселенің өзінен екені түсінбейтін адамдар шешімін басқалардан тыныштығын бұзудан табады. Бақытты салыстыру арқылы түсінуге болады. Кейде бүгінгі күннің қадірін білу үшін кешегі күнде еске алудың да пайдасы бар. Уақыт, ара қашықтық қиындықтың болғаны қандай жақсы. Кейде солар арқылы кімнің сүйетінін, кімнің дос екенін, ал кей адамның керек те еместігін түсінесің. Егер бір адамды алдау қолынан келсе, ол оның ақымақтығынан емес, тек сен сияқты лайықсыз адамға шексіз сенгендігінен ғана болуы мүмкін. Адамның жаны қаншалықты лас болса, соншалықты менмен тәкаппар болады. Жаны жетпеген шаңға тұмсығымен жетуге тырысады.